Сәлем, менің YouTube канал көрермендерім. Егер маған подписка жасамаған көрермендер болса, міндетті түрде подписка жасап қойыңыздар. Біздер мынау розаны қиып тастап, лақтырып тастамаймыз. Одан роза егетін боламыз. Келесі көктемде гүлдеп тұру үшін, керемет болып тұру үшін роза егіп шығаратын боламыз. Қысқыға қалдырамыз. Осындай баклажкалардың арқасында, баклажкалардың астарын кесіп тастайсыздар, қыздар. Міне қараңыздар, розаның барлығын кесіп алдым, иә? Мына кішкене түптері қалды, осылай жауып тастаймын мен оны бөлек. Мына жапырақтарын алып тастайсыздар міндетті түрде. Бұлар болмау керек. Мынадан да солай. Міне осылай шығардым, кесіп алдым. Енді бұлардың жапырақтарын барлығын алып тастайсыздар. Керек емес жапырақтары. Бұны лақтырмаңыздар, жапырақтарын жинап қойыңыздар. Себебі бұл жапырақтармен үстін жабатын боламыз. Барлығын кесеміз біздер. Ортасынан бөлеміз ғой. Осылай барлығын бөліп аласыздар. Мына қараңыздар, қыздар, міне дәл осындай қылып барлығын бөліп алдым. Мынандай жапырақтарын барлығын алып тастайсыздар. Осы шіріп кетеді босқа. Керек емес. В общем, тұрсыздар ғой. Енді осыны қазір егетін боламыз біздер. Баклажкалардың астына орындарын. Бұны алып, осы жерлерге мен егем. Сіздер өзіңіз аяқ баспайтын жерге ексеңіз де болады. Келесі жылы көктемде керемет болып шыққанда бәрін бөліп, қай жерге еккіңіз келеді, сол жерге егесіз. Ал мен осы есік алдына егемін. Үйдің алды ғой. Үйдің алдына егемін, мына розым сияқты дәл осылай осы жерде қалатын болады. Сол себептен мен осы жерге дайын қылып егіп тастаймын. Міне қараңыздар, қыздар. Осылай барлығын өстіп аламыз. Бүйтіп барлығын жерге бүйтіп қадап қоямыз. Тікенектер бар әрине. Біршама қадаңыздар, кәдімгі жердің дейін. Барлығы ертең баклажканың астына киілетін болады. Бұйыртса розаның шыққан-шықпағанын көргілеріңіз келсе, міндетті түрде каналыма тіркеліңіздер. Прям көбірек қадау керек болады себебі. Мында деген. Так, мына жерге қадаймыз. Су құямыз үстіне. Міндетті түрде су құйыңыздар. Жақсылап тұрып. Және осындай баклажканы кесіп қоямыз. Роза жаңа еккен ағаштарымыздың үстіне егіп басып қойыңыздар. Бастып қойыңыздар. Міне қараңыздар, қыздар. Барлығын осылай жасап қойдым. Розаларды салып қойдым. Енді үстерден суарам қазір. Үстінен суарыңыздар. Баклажка басылу керек кішкене. Болды. Тағы да топырақпен жан-жақтарын көміп тастаңыздар. Оларды егіп, осындай жапырақтың астына салып қоясыздар. Үстін жапырақпен жауып тастаңыздар. Ашпаңыздар. Көктемде ғана жайлап ашатын боласыздар. Енді көреміз. Көктемде қалай шығатынын сіздермен көрісіп отыратын боламын, бөлісіп отыратын боламын. Міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. В общем, алманың дәнін егейін деп жатырмын. Көрермендер. Алманың дәнін де егіп көрейік. В общем, аула жинап атқанмын. Сөйтіп, розында отырғызып тастадым. Алманың дәндерін де алып бір жерге отырғызып тастайым. Бұл зимний алмалар. Күшті супер алмалар. Осыны қазір ашам егіп көрейін деп жатырмын. Білмеймін, почему неге соны бұрыннан екпей жүргенімді. Сатып алғанша андан.
күшті ғой да. Өзін егер, өзінің қолынан келсе, неге істемеске? Біздің қазақтың қыздарының қолдарынан бәрі де келеді. Ұлдарының да, қыздарының да еңбектенсек, еңбегіміздің жемісін көреміз. Так что эко-мама мен супер-мамамен бірге болыңыздар. Ауылдың келіншектері қайдасыздар? Егетін болам. Себебі білем, бұл жерде менің дәндерім бар екен. Егіп түстай. Бұл жаңағы еккеніміз зимний алма болды ғой. Енді мынау кішкентай алма. Енді кішкентай алманың дәнін егем. Менің каналыма қосылмаған болсаңыздар, көрермендер қосылып қойыңыздар. Міндетті түрде көктемде мен сізге барлығын көрсететін боламын. Менің егізім, мен жұмыстанғанымды, қалай жұмыс жасағанымды көретін боласыздар. Жалпы қазақтың келіндері, қазақтың қыздары, ұлдары бөліп жарақ ештеңесі жоқ. Өте намысшыл болайық және өте шаруамыз біздер деген. Соны біліп қойыңыздар. Ауылдың қыздары, келіндері қайдасыздар? Давайте. Ербек еңбегіміздің жемісін көреміз. Білмеймін, өзіме ұнайды осындай сырттың жұмысы. Жалпы шықыны босай жұмыс жасай беремін. Уақытты құр өткізбеу. Міне дән қазір егемді. Бұл жерге жаңа зимний алманы ектім. Енді мына жерге ашамда просто себе салам. Көреміз. Потому что мен абрикосты еккенде де осылай егіп жүрдім. И ол шығады. Абрикостың дәнін егем, сонда шығады. Енді малиналар кесетін боламыз. Полторай шаруа бітіп тастайын бүгін. Ауламды жинап алдық. Міне. Аулам тап-таза, виноградтарды тазаладым. Розымды да есік алдына егіп қойдым. Бұл жер енді ертең көктемде құлпырады, керемет болады. Енді қазір малина кесуге кеттік. Ал кеттік, малина кесеміз. Так, енді үйдің артқы жағына кетіп баратырмыз. Бұл жақта да менде сат бар. Бұл жақтағы сат. Міне мына жақта. Үйдің арты бұл. Осындай әдемі гүлдерім бар. Өзім қысаған слива ағашы. Мына жақта ылғи алма, груша, абрикос. В общем, жақта 3 жыл, 2 жыл болған ағаштар. Бұйыртса жемісін көреміз. Мынау ранетка, керемет ранетка болып шығады бұл. Кішкентай болса да былтыр 3-еуін берген. Биыл бермей алды, білмеймін неге. Ал мынау менде малина қыздар міне. Малина барлығы бір жерге не істеп кеткен, қаптап кеткен ғой. Енді соны кесеміз қазір. Барлығын алып тастаймыз. Ол жайылып өсе береді ғой малина деген. Бір неті. Бірақ осыларды мен шыны керек бір бәрін бір күтіп не істеп жатқан ештеңем жоқ, бірақ керемет береді.